Біздер үшін асқақ мәңгі беделі, нағашының орны бөлек себебі. Анам қымбат болған жерде ол қымбат, соңғы қойын сойып тіпті береді. Кетер шіркін олар менен тасып құт, болмас бойда еш қорқыныш жасықтық. Нағашыға сәлем беріп қайтсақ деп, бала кезде бәрімізде асықтық. Қуанатын жиеніміз келді деп, төр беретін жүректері елжіреп. Сол бір тәтті мөлдір шақты еске алсақ, өткен күндер тұрар тудай желбіреп. Ондай жанды қайдан іздеп табасың, керегіңді сұрамая қаласың. Ең бастысы тілеуіңді тілейтін үш жұртыңның ең асылы нағашың. Нағашыңды құрметте ол заңдылық, текті мынау әр қазаққа тән қылық. Мың жасасын нағашылар қауымы, анамыздай жақын болған мәңгілік.